Мына шөптің бойы сенімен бірдей екен. Сразу қой өлтіріп кровать жасап Ей, тоқтасай, видео бастап алайық та, видеоны бастап алайық. Қоймен бірге бастайын ба деп едім. Әке, қасыма тұр кет. Мен скинім не болып кеткен? Мен скинім не болып кеткен? Мен собая Криштиану. Мен келесі видеода ауыстырып алармын. Ассалаумағалейкум достар, қалай жағдайлар, сіздермен бірге бұл мен досымжан, менің қасымда Адайс Нуб. Достар, бүгін біз Адайс қызы екеуміз Майнкрафтта выживанияны жалғастыратын боламыз. Адайс болды. Бүгіннен бастап бізге өте мәдениетті болу керек. Мәдениетті болмасақ, біз выживанияны бастап бітіріп, соны аяға дейін жеткізбей қалдық. Енді біз осы выживанияны ең соңына дейін жеткізу керек. Түсінің ғой Адайс қыз. Сондықтан мына гүл саған подарка. Үй салайық тез. Үйді жерден саламыз ба? Короче, бір видео әдемі жерден бастайықшы. Анау бір ағаш көріп тұрмын, жалғыз ағаш кетті, соны сындырып алайық. Содан үй бастаймыз сол жерден. Короче, Адайс бізге мынау выживанияны соңында дейін жеткізу керек. Соңында дракон болады. Бұл Майнкрафтта сол драконды өлтіріп, біз сол драконды өлтіріп Майнкрафтты ұтуымыз керек. Түсінің ғой, Түсінің ғой. Сен жүндердің бәрін жинап жүр. Мен қарным ашып жатыр. Адайс, қолында ет бар ғой сенің, Ойбай, қой деп сен ұрып қойдың. Сен қой деп ойлап қалдың. Керек па? Етті берші бір ет. Бізге пеш жасау керек те, осы етті пісіріп жеу керек, түсінің ғой. Қарнымыз сол кезде тез тойып. 4 ет. Тоқта ағаштын алайық. Короче, түсінің ғой, Адайс, біздің жоспарымыз осы. Бір видео жақсы жерге бару керек еді. Мынау судың жағасынан салу керек. Судың жағасынан қарсай. Ертең ғой, мынау қалаң ортасынан. Ойласақ, ұйқыңнан тұрасың, бүйтіп шай ішіп отыр, суға қарап отырсаң. Дұрыс. Бір қарап қалсаң, Адайс суға түсіп алыр. Үйді қалаң ортасынан салайықшы. Сөйтсек. Не істеп атсың? Ағаш сындырып атсам? Болды. 8 аяқтан кровать жасау болмайды, 8 аяқтан болмайды, 8 аяқ. 8 аяқтың пайдасы жоқ оның. Біз сенімен бірге жүрген қазір, далада қалып қойсын. Нәнет, ағаш жете ме? Екеумізге ағаш жинадың ба? Нәримен 4 ағаш бар. Кеттік. Тағы да ағаштар жинау керек біз, негізше. Адайс! Қала таптым! Кет! Үй, стройка атымен. Достар, үй салмайтын болдық судың жағасына. Мен по-любому салам, мен гаражы керек маған. Біз, ассалаумағалейкум житекелер, қалайсыздар, мына үй біздікі бүгінден бастап. Мына үй тар екен, мына үйде өзің тұра бер. Наңғара, бірден болған. О, не? Тоқта, Адайс, бұларда сандық болады. Бұларда. Сандықтан. Кроват, қой өлтіріп жүрсем, кроват тұр ғой маяқта тегіннен тегін. Шынымен кроват тұр екен ғой. На кроват табалайық. Пеш бар ма екен? Тамақ пісіріп алатын пеш бар ма екен? Қане? Мына кроват табалайық, ертең достарымыз келсе, достарымызға да ұйықтауға береміз ғой. Жауларымыз келсе. Кроваттың бәрін жинап ал. Ертең епоқты қонаққа шақырған кезде береміз ғой. Епок жоқ кезде ше, Адайс, бізге ағаш көп жинап, көтеріліп үй салып алуыңыз керек ше. Ертең епок келгенде мақтанып жүрмейміз бе? Гараж салып сөйтіп көтеріп, онан қара. Факелдерді табалайық, керек болады өз. Шахтаға түсіп жатсақ, мысалы, көзімі көрмей жатса, не жағамыз? Әрине факел жағамыз. Факелдардың бәрін алайық. Ойламаппын ғой. Бәрін алайық. Күн. Бүкіл затты қалай бірден жинап алады? Бітесінде біреуінің үстінен 2 рет басып қаласың, тық еткізесің, сосын бәрі жиналып қалады бір жерге. Қалайсыздар? Нан қалай алам? Мына яқта бір бала тұр. Бірден абалды мен жерден. Гаршок. Бұл жетеке. Қош сау бол. Сенімен кездескеніме өте қуаныштымын. Мына жетелдер бар ғой. Мында бір голем жүр, Адайс. Ұрып қашамыз ба? Бәлесі ба. Ана қара балкон. 2 этажда жетелдің үйі. Болды, выживанияның басы зор басталды, соңы қалай болады. Адайс! Қайдасың? Айта берсі. Жылқылар. Ферма жасадым мен, ферма жасадым. Мысық.
Қайқа етіп қалды. Йой! Жылқы, мыналардың жылқы қорасы бар. Айбай! 2 жылқы тұр ғой, дайын тұр ғой, 2 жылқы бізге. Бірақ 2 жылқы, жылқы істейік, жылқыны не істеуіш? Бірақ бұны үйрете алмаймыз ғой, андай не керек? Жылқының үстіне қоятын ер тоқым керек, ер тоқым. Ой, онда соғымға жүр. Ер тоқым болмаса соғым ғой. Ер тоқым жоқ екен, өкінішке орай, соғым ғой онда. Бір қылыш па бірдеңе бар ма? Қылыш жасамау керек сол құрдан болды. Қылыш ұйымдастырсай, мына соғым ұзақ болайын деп отқан сияқты. Өлмейді ғой аналар. Қылыш бір садақ бола ма? Жителдерге ұйқы жоқ. Еті де жоқ, жүні де жоқ. Теріп алды. Жителдер полда ұйықтайды енді. Қылсын енді. Маған да жан керек. Болды онда жылжиық мына ауылдан. Мына тасбақаға ер тоқым салып алайық. Жителдердің ауылы жақсы екен. Болды, өсе беріңдер, дами беріңдер, өркендей беріңдер, біз кеттік онда. Жақсы. Ема, дойсық маған кирпич жасап берші, кстати. Жолығармыз. Ағаштарын шаш, мына жерге андай не коробка қойш. Кетіп қыдық. Наңғара адайыз. Наңғара. Тағы да жетел. Кемемен барайық та енді. Тағы да жетелдің ауылы? Жүзіп барамыз бәлем маған. Йо, достар, тағы да жетелердің ауылын тауып алдық. Маған жүзіп бармайды жармыз енді. Кемеме ең киноларда барам ба дедім. Жүзіп барсай мен сияқты қарсың, жүріп баратсың. Қалай тез жүзет? Білмеймін, судың астына түссей. Неғып жүріп кіратсың. Жүз алмайды екенсің ғой, адайсың. Қалай жүзет өзі? Білмеймін, кітірілді ма басып көрсің. Абайлана, 8 аяқ, тістейді 8 аяқ. Қаш! Тістесін. Ойнап пранк қой кішігірім. Айбай, новый жителдердің ауылы, достар. Мына жерде түк жоқ екен. Мә, 2 қабатты. Йо, мына жителдердің ауылына теспей қоямыз о, адайсыз. Осы жителдермен бірге тұра береміз о, мына жителдердің ауылы мықты екен. 2 қабатты үй жасаған ба мыналар. Нәмелік келең үй көп жерге түскенбіз ә? Соғы. Орын, гараж сап, қиналып кетеді. Ма, мысық? Мысықтар жүрді, теспей қоямыз о, осы ауылға ше. Осы ауыл дами бере ма өзімен өз. Теспей қойсай, теспей қоямыз ғой деп неғып сындырып отыр. Түн болайын деп отыр адайсыз. Естейміз. Кровать жетеді. Мында кесе адайсыз. Бір сыйлығым бар саған. Кесемін жаққа. Кесемін жаққа. Болсай тесей. Ол өспеген қол шөптер әлі, сәбіз қол. Мұн жаққа кесей, саған бір сыйлығым бар. Ема пешке бірден сақ қойын, тамақ барады менде. Қарсай. Не сыйлық бар? Мұнаны абылайын кәз. Қарсай. Ма. Бір қылыш саған, бір қылыш маған. Мә бәтінке. Адайсыз, бәтінке не бол? Десем бол. Кей бол? Красавчик. Болды. Болды, есігін жауып қой. Ешкім білмей қалсын, бізге келеміз. Кеттік. Былай қарай жүрейік. Мына жерде не бар? Мұн жақта диван бар екен. Не істейміз, ұйықтап аламыз осы жерге, төсегіміз қойып. Нормально үй несек, 2 этажға кеттік. Балконға жатпаймыз. 2 этажға балконда жатайға сөйлесін. Қайсы 2 этажға? Сен бит, Наидің балконында жат, мен Наидің балконында жатам. Давай. Мысықты бағып алуға ма? Мысыққа балық беруім керек. Бағып алу үшін. Bir tava vur. Болды, ұйықта, тейсіз, ұйықта. Әлде жетістігіне жетпейді. Ұйықта, бөпешім. Ұйықта, көктем. Сары кроватқа жатсың ба екен, ақ кроватқа жатсың ба екен? Бош ейтіз! Мен ұйықтап атырмын. Сарыдан бір көрек. Әлди, бөпешім, ұйықтай. Білесің бі, зомбилар неге кемейді? Өйткені бұл алда не бар ғой? Голем бар ғой, голем бар. Големнің арқасында ғой кемейтін әйтпесе. Мазан алып қояды ғой. Голем еке, қалай жүріңіз? Найнарана. Сындырып түскенес балконнан. Киркі керек. Кет, мына жерде бір аралап шайықта сосын. Бір выживанияның ғырымын жасамады ғой, теріп жоқ қылды көзі. Мына үй менікі досек. Осы жерде тұратын болдық па не? Осы жерде тұратын болдық. Қане үйің қандай? Айбай! Терезесінде сындым мен ше. Бір көргеннен ғашық болдым терезесіне. Масқара мұнау. Нағыз ханның үйі қоя қарсайды. Нан төбесін бәрі мақлап тұрасың. Дракон кейсе өзі керек кейже. Білмеймін, мына үйде жүрем мен енді.
Жалпы әдемі екен ауыл, осы ауылда қаламыз ау, осы жерге гараж салайын онда мен. Осы ауылда қаламыз ау, қараш. Мына жерден қараш, қандай керемет көрініс ашылып тұр қалаға, қараш. Маған не керек, кстати? Кирка керек. Мен бар ғой, мен қайда тұрам айтайын ба? Мен мына үйде тұратын сияқтымын. Аппақ болып шықтың ғой. Аяз ата болып шықтың ғой. Қарса бетесінде жаңа тәсіл. Сен үйіңнен тез шығудың жаңа тәсілі. Бетесінде бүйтіп тұрасың суға қарай. Оп, өткізесің, бірақ түспей қаласың. Стройка атау керек, точек бұна құр көргеніміз болмайды. Міне мына үй менікі. Болмаса мынаның төбесіне үй саламыз ба, үлкен? Новый, да? Мына жерге қара. Ана онда не болды ғой көріш? Мынау шетелдердің үйі болып қала берсін. Міне мына жерге салу керек қой бізге. Барса қалаға толық көрініс ашылады. Болып қарап тұрасың қалада не болып жатыр. Міне әдемі жүр екен деп. Қызық болып жатса бірден бізге келеді ғой бәрі. Ана жетел тиісіп жатыр, мына жетел тиісіп жатыр деп. Мысықты бағып алу керек еді. Мысықты бағып алу үшін балық керек, балық алу үшін қармақ керек. Қармақ істеу үшін бізге алма жей бермей ма мысық? Алма жемейді. Балық жейді олар. Сон баяды алма жейді. Балық жейді. Мына тауық ұнап тұр маған. Онаса ұрмаса, етін алдым. Етін алдым. Өңгір. Даңғыра. Даңғыра. Бітті өңгір. Нәрісі скил жатыр ғой, екінші ола факел қойып көресің, онында жүрерге. Не істейміз, кішігірім үй салайық, кішігірім болса да. Бассақ, стройка бассақ кетейік, сразу жаз келмейді. Кеттік. Наңғыра. Ай, даңғырлар. Өзім үйіме апарып қойшы. Нең бар тұра берсін, да? Гаражыма қоям ертең, не oldu? Дұрат, жылқы жоқ қой, қайда гараж? Жылқы табамыз. Жылқы табамыз ғой. Кеме керек, короче, кеме, машина жоқ әсіра. Міне. Кеме керек, короче. Міне верстак қойып қойдым. Верстактан енді біз балта істейміз. Кемеге, короче, бесеу керек, да? Саған балта істеп берейін ба? Балта бар менде, шүкір. Қармақ керек, қармақ. Кеттік. Мә балта саған. Кеттік, болды, ағаш жинейміз, жүр, үй салатын ағаш. Балтасы, сөу. Ағаш жинейміз, босай тез. Ағаш не істеймін мен? Ағаш сенжен олып үшін мен кеттім, тас жиней. Үй саламыз. Менде просто мынандай бар да. Қандай бар? Ол китканы жасап алып оп оңай ғой. Жоқ, менікі темір ғой, темір. Сосын жинарсың. Дұрыс шыққа қолданайын темірімді. Бірінші ағаш жинау дейді. Сен балтаң ағаш қой мынау, ёш. Сонымен бар тас жинап келсек, бір кішігірім тас, сол тастан балта істейміз, тез сындырамыз. Бір ютубтан ба көріп алу керек еді, мықты үйлер деп ше, Майнкрафттағы. Ой, өзің фантазияңа ұрай берсең. Сон салу керек еді. Не істейсің ғой біреудің үйінде деп. Осы жителдердің ауылында тұра береміз ғой, общем, жителдердің ауылына зор бір үй салайық, сосын зор бір гараж салайық, болды ғой, басқа не керек? Жителдердің ауылы біздің қаламыз болады. Қаланың атын қоюымыз керек еді. Не деп қоямыз? Қаланың аты. Саған да кеме жасап берейін бе? Жасап берсей. Ол сенікі. Рахмет. Қалай жасадың? Алдыңғы островта ше. Темір көріп қалып едім, соны алып берейін бәрі. Жүресің бе өзімнен? Жүрсе кеттік бірге саяхатшы адайспен досым жан. Сосын со темірмен не істейміз, короче. Ол остров қаяқта болады өзі? Ей! Мұнан қара! Портал! Адайс! Портал! Ема! Достар! Басталмай еді. Осы серия драконды өлтіртсеміз, не істейміз, адайс? Ресмі осы порталға кіріп... Ойбай! Мұналарды алайық. О? Бұне қалды ма маған? Дым жоқ. Ой, бәш. Кеме жасап беріп. Мұна жақсы о. Не жақсы? Гаражы материалдар шығып отыр. Адайс, осы порталды соңына шейін жасау керек бізге. Сосын бізге... Оппо, адайс берге сен алтын сындырып алшы. Мына алтын сындырып ал. Абайла, лаваларды абайла. Осы порталды соңына шейін жасап алуымыз керек. Сосын бізге
осы порталға кіріп бір андай бір монстр болады, соны өлтіруіміз керек. Сөйтіп ары қарай соның бірдеңесін аламыз да тағы да бір портал түсуіміз керек. Сол арқылы драконның әлеміне барамыз. Сөйтіп драконның әлеміне барып, драконды өлтіріп, драконның басын алып келіп, үйімізге қойып қоймыз керек. Қадайсыз? Сол кезде біз Майнкрафтты өттік деп есептелінеді, түсіндің ғой? Түсінің қадайсыз? Мыналар тербаш, мен суым толып қалып берген. Түсінің қадайсыз? Оны қойшы гараж салу керек еді. Мына жер жаттап ал. Абайла. Типа тұзақ болып тұр осында. Ошын солай адайсыз, түсінің ғой? Оны бірақ барып көп екеуміздің шамамыз жетпейтін сияқты драконға. Негізі бір адам ғана өте алады ше, Майнкрафтта драконды өлтіре алады ше, бірақ біздің тошы шамамыз жетпейді. Сондықтан біз бар ғой бір 10 шақты ютубер жинап күніміз керек адайсыз. Ертең драконды өлтіретін болсақ. Жалын өлтірмесек 10 ютубер 10 жағынан. Батырлыққа мото қылыш жасап қою керек десе. 10 қылыш жасап дайындап қою керек қой сандыққа. Анау мынау кезде дракон келіп қалса, батырып қойып, анау ұрсып қойып. Үй жағымыз жаттап ал. Жаттауым. Тіке жүресің ғой. Үй жағымызды таппай масқара болып отпайық қазір. Най. Достар, видео ұнап жатса міндетті түрде лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Достар, сосын осы видеоның жалғасы Адайскізеттің арнасына шығатын болады, достар, міндетті түрде. Ой, мен ғой. Описаниеда тұрған видеоға өтіп жалғасын көріп кетсеңіздер болады, достар. Мен ғой, достар. Давай. Мана осырып таппай қалдым мен. Айналып жүре берсек алып. Бұйырмаған темір шығар. Жүре берейік. Ана немізді ұмытып қалмайық. Білем, жолым жатқа біліп жүр кеттік. Мына қайықтың бензинін бітіп, масқара болып отпайық. Қайықта бензин болады. Қайдасың, адасып кетпей, жүр, мен артынан жүрсе. Осы суда айналып жүргіміз керек қой. Сол кезде табылады. Осырып қайда мана? Таспақа алып кетейінші мен ол жерден бірге. Аламайсың оны. Таспақа отыр. Таспақа. Міне таптым. Түн батайын деп отыр, болса үйімізге қайтуымыз керек. Исің барда елің тау ғой. Мына біздің ауыл ғой. Мына біздің ауыл екен ғой. Радной сен осы жерде тұра тұр ма? Осы жақтарда ауыл. Не оқып қойдың? Фонарь қосып қойдың? Міне ане тұр ауыл. Мен емес. Дейді ғой. В общем, примерно бір жителдің үйінде тықып қойған ғой, короче, подвалға. Мына жылқыны бағып алу керек еді. Ер тоқым жоқ қой. Ер тоқым қалай жасайды өзі? Мына қара жылқы мереке болсын досик. Ол ер тоқым керек. Түн батайын деп отыр, үйге қайту керек адайсыз. Күрек ұйықтап отырмын да. Тез жұмсайын. Үйге қайту керек. Тач. Мына үйді зор салыпты. Неде болса. Радной жатыңдаршы мәші. Мынау не алып кетейік мынаны. Адайсыз бергеш мынаны сындыршы. Үйіне шыға алмай алдым нәрді. Бар, Радной рейсі. Найы жатыршысың. Най. О, сиыр. Жатыр. Маған сенің тамағың керек. Что-там қайдасыз? Не істедің? Темірді алдың ба? Темірді алдың ба? Зомби! Үйге қайту керек бізге. Тез бол. Осы жақта ұйықтай салақта. Бұл жақта ұйықтауға болмайды. Неге? Осы жақта тіріліп қаламыз ертең өлсек. Ертең түнде апарып анаяқта істей қоямыз. Ет қылмай оған. Сөйтеміз онда бір үйге кеттік, кірдік. Осы үйге жата қойық. Мен өлтіріп мынау біздің кроватқа. Мен өлтірмей қой, менде кроват жетеді бәрімізге. Жетпей қайын деп тұр. Кеттік бе, бір? Өлтірме, құрсын жүрсін, еңдір. Соған кроват оңына. Шу сөйтіңіз, не өп кеткен еді? Жетеке, біз ұйықтайын деп жатырек, шығасыз ба? Мыналар екеу өп көрейін деп жатыр қадайсыз. Көке! Біздің үй! Мыналар шу! Жатып қалдым. Жатып қалдым. Мыналар жаман ғой, үстімізде жүр ғой. Кроватты обратно алсын. Бермеймін, өздерім табыңдар. Бұл жақсы читекелер, аман болыңдар. Бар болыңдар, шаршамаңдар. Темірді не істедің, таптың ба темірді? Темір бір үйде болған ұяқта ше. Поппо. Мына жер жоқ екен темір. Өзі сандықта емес ол. Bir жерде тұрды андай төрт бұрышты. Соны теріп сындырып алу керек кепкамен. Қай үйде ол? Мына жерде емес. Үйде болды, бүкіл үйді қарап шықшы. Сен сол жақта қара, мен мына жақта қарайын. Жоқ мындай. Крипер.
Адайс кесейде саған сыйлығым бар. Саған сыйлық бар, брат. Оп, оны. Ма темір, брат. Жасыл темір екен, а? Теріп ал. Темірлерді. Мұнаққа тағы бір крипер кетті ғой. Қане? Аяқты жасыл крипер. Мұна 2 қабатты үй қып салуды үйреніп алған ба еді, зомбилар, ойбай жеделдер. Жарайсың. Оны үшін темір қайда. Мон алардың 2 голем бар ғой. Бітті ғой алардың үйіне жақындамайтын сияқты. Міне. Бірақ темір емес қой. Қарда көршіге көрші. Мынау ма? Осы айтшы. Темір емес қой бұл. Мынауын да сындырып ал. Яны 9 темір тұратын емес пе? Темір емес ол. Енді ол тас па бірдеңе ғой. Темір. Ошпен келіп жүрмін ғой мен. Онда обратно қайттық. Қайттық ауылымыз. Қайттық. Нақтайын. Кемеміз тұрған жаққа. Қайттық. Ер тоқым жасап обратно келу керек сен. Келеміз. Әлі келеміз. Біз жеделдер бізді кетіп қалды деп ойламаңдар. Біз ораламыз. Барып ауылымызды көркейтіп қайтайық кішігірім. Біздің неміз қаяқта? Төсегіміз. Мына жерде. Ер тоқым жасап ше. Потом не істеу керек қой. Көпір салып біздің аралдан осы аралға дейін. Атпен келу керек қой, короче. Мен жақсы идея. Қара жылқы менікі ғой. Ер тоқым кім бірінші жазайды, соңғы ғой қара жылқы. Қума. Ер тоқым кім бірінші жазайды, соңғы ғой. Кім бірінші айтты, соныкі, короче. Біздің ауыл кәм әдем. Бастайық стройкын бастайық. Ерте ме? Бастайық стройкын. Осы мен гаражы осы жерден бастап кеттім көп тұр. Мұн жақта араның үйі бар екен, тамаша. Ойбай, аран үйіміз шелек екен ғой. Аран шелек ме? Аран шелек екен. Қандай план жалпы, қандай үй саламыз? Бір гараж, бір үй саламыз ғой. Үлкен үй саламыз ба? Кеттік бірінші онда үйден бастайық. Ұйықтайтын, тұратын. Бізге бар ғой. Мұнан төбесіне шығалайық бірінші. Мұна жерге сат істеу керек еді, бұлай төбеге шығатын. Жермен бет өрмелеп жүрмейше. Әдем сат істеп қоятын. Адайс. Адайс. Керкіңді өш қолданып тұрайын. Тас керек еді, тас. Құлақ кетті ме? Үңгір! Үңгір таптым. Адайс, мұн жақта үңгір бар дәу. Үңгір не істейміз? Үй самаймыз ә? Сен қайдасың осы таппай қалдың? Астыға түсіп кеттім кішігірім тас жинауға. Мұна үңгірге бар керек е. Ертең көп болсақ. Ма тамақ жедейік ма? Тамақ істеуге, пеш істеуге тас жинап жүрмін ғой мен. Жеп алды тамақ. Пеш бар ғой ана үйлерде бар ғой. Мен оралдым. Жүгіре алмай қалдым. Мана темірді салшы, темір шығамай екен. Тоқта. Темір ма екен? Темір емес, бұл тас қой, мә ұста. Тегіс тас дейді? Ойбай, мұны темір екен деп, әлде қандай қылып шеді, барып келдік қой біз. Сол үшін бардық мана ауылға, іздей болды. Бәріге не болып кетсің, фундаментті басып кетсің. Мындай қылып үй саяқта, короче, че там, не? Көмектесін бұл, болмаса кетті. В общем, мына жерге андай қылып саяқта былай, жүретін қылып ше. Примерно мына жерге қодырнаққа дейін қылып ектігін, аспанда тұратын үйге қылып саяқ. Қой, бүкіл ауылдың несін құртасың. Ауылдың үстінде тұрады, как раз мен төменге түсіп, гаражбен кетіп қалғым келіп тұр ғой үйге. Сен былай істе қара. Саған тапсырма дейсің. Тапсырма. Тапсырасың ба, тапсырмайсың ба? Тапсырам. Былай істе. Міне, мына жерлер тегістей берсей. Бүйтіп, жайлап тегістей берсей мына жерлер. Күрек жасап алда ше, мына жерлер тегістей бер. Мен жерге түсетін андай теппешек істеймін. Түсінің ғой? Түсінің ғой? Шөп бар. Қай жер тегістей бат ғой? Мына жерлер тегістей берсей, төбеге шықты ана жерлер тегістей берсей өзің. Демелеп қазір үй салатын, жер қылып ше. Үйді тез бітірік та гараж жасай онда. Так, чо там? Қай жерді істеш дедің? Дам түсінбедім. Сос жүрген жердің бар ғой, төбедегі жерлер тегістей берсей, үй салатын қылып кішкентай қылып. Қай жерін тегістейсің бе? Білмеймін. Андай бір артық бір деңгейлер шығып кеткен жерлер тегістеп сөйтіп жүрсей.
типа бәрін бір не қылып па. Қазір үй салғанда әдемі болып тұрады. Мына екеуін құрту керек қой онда. Обязательно. 4 коробканы ұрту керек қой да. О, міне. Ошым, қарсай. Қарсай, міне. Айбай, жатып қалды. Мына жарса. Келесің да, оп, көтеріп кетесің. Ай, красавчик, мына жерді тегістеп тапсың ғой. Қара, алайсың. Қарсай, оп, міне кетті. Уақыт жоқ, жұмыс кетіп жатыр. Оп, міне, оп, мына жермен көтересің. Оп, түсесің. Қырғын. Мына суды кетіп жатыр екен, а? Ой, красавчик. Әдем болды. Осымен бүйтіп қоп көтерілеміз. Болды. Осы жерлерде біздің үйіміз болады ғой шамамен. Мына жерлерді тегістеп. Шетелдерге жұмыс істетіп қоюға болмай ма екен? Болмайды, олар қарап жүреді. Осы жерге кішігірім енді үй бастаймыз енді. Мына топырақпен ары қарай алып кетейін ба мен? Былай. Негізі алып кетпей ақ қоясың ғой. Басақ қойдың ба? Әдем болмай қалады. Басақ қойған жерге бітті. Мына екеуі тұра берсін де. Ортада тұрған екеуі ше биік сондай типа ауада. Типа үйдің символы. Әдем болып қалды кішкене. Жеріміз кішкене әдем болып қалды. Енді осы жерге үй бастай берейік жайлап. Фундамент па не кетеді? Үй бастай бергенде. Адайс. Пол. Жолам. Үй бастай бергенде не жоқ екен ғой? Ағаш жоқ екен ғой? Бар. Неше ағаш? 3. Оша. 3 ағаш. Нақты дағы 4 үй бар керек сен. Жоқ, ағашпен саламыз ғой үйді. Енді немен саламыз? Жүр материалмен салайық та бір. Ағашпен нефтен ғой ертең біреу жағып та кетеді, өрден кетеді бәрі. Не материалмен саласың енді? Короче, фундаментті ағаш қылайық, базарлық, бірақ жарды не қылайық, әдемі бірдеңеміз да. Әдемі бірдеңе не? Қайда табасың? Мен кирканы қайташы. Кирканы қайтармайым. Неғып? Кирканы менің енді. Ойнамай табе, ренжіме, адайс. Нормально. Адайс, ренжіме. Қайтардың. Алда ғой. Жыламай, а? Епоқтың жоқтығы білім атыр, по идее бар ғой. Епоқ өз бөлім ап бірден істеп жүретін еді. Бірақ епоқ бізбен бірге үй салмайтын еді ғой, айтшы. Материал таптым үй салатын короче. Бізге бар ғой, ағаштан салу керек үйді. Ма, өтсайтын уақыт кемді. Кім қазып атқанда жүрді? Мә сен бі? Төменге түсіп кетсе, нормально жер болсында қоқ болады ма? Әдем. Біздің үйіміз, міне мынандай болады ғой. Все, короче, давай. Үйіміз міне. Осындай болады. Зомби бірдеңелер келсе кіре алмайтын болып қалсын да. Мана тастарын бәрі жолда қалып кетіпті ғой. Мынан қара кішігірім міне. Әдемі емес мына үй, а? Бір комната ма сонда? Идея келді маған ше. Үйімізді қалай істеу керек екен. Короче, бүйтеміз қара. Осы фундаменті бар ғой, осы ағаштан болады да. Ал несі? Үйдің қабырғасы. Төбелес. Құтты болсын. Үйдің қабырғасы терезеден болады, қалай? Даланың бәрі көрініп тұрады. Екіншісі ма? Әдемі емес пе? Екінші қатар ма? Жоқ, екінші қатар емес, фундамент ол. Жоқ, екінші қатар терезеден бола ма деймін? Қабырға терезеден болады. Дұрыс. Doğru. Әдемі де емес пе? Қабырға терезеден болады. Бітпей қалған жер бар ма? Қарым ашып кетті. Таң атты достар. Адайс. Бізге астына ағаш қойып тасташы. Тұр екен ғой. Ойбай. Тұр ғой ағаш. Короче, бізге құм жинау керек. Адайс. Күрек жасалайық, кеттік. Күрек жасабашы. Күрек. Сандық жасау керек менде зат толып кетті. Сандық тұр ғой астында. Ойлы тұр ғой. Күрек жасап аламыз да, күрекпен құм жинап, құмды пешке пісіріп, тамақ. Оны не істейміз? Одан терезе істейміз да, мына үйіміздің қабырғасын терезеден істейтін болдық қой достар. Мына бір очка не істеу жүр? Зор болды. Қай бір очка? Білмеймін, пауыз бол. Үйіміз терезеден жасалса, қаршы, ұйықтап атып даланы көрді. Берген, қайдасың сен алысқа кетіп қалдың ба? Құмда жүрім, пляжда. Үйдің кіре берсің, зорлық бөлім есі еще. Зор болды ма? Құм жинаса кеп пляжға. Әмеді не жоқ? Күрек жасап алды кесейік.
Мынау бір күн екен. Балық? Не? Ағаш бар ма еді? Құбыжық па балық біз? Акула ма? Най-на-на-на-най. Салып тастайын. Болды, күрек сынғанша жинап болдым. 60 терезе жинадым. Қайдасың? Әне пляж ана жерде тұр, сол жерге барып жинайтын. Кетіп бірге барақ та. Мен күрегім сынды. Онда күте тұрмын сен. Пешке салып тастайын аны. Мен тауығым тұр еді пеште. Тауығым бар, тауық жеп алайық қазір. Мынадан мынандай істейміз, сосын мынаны қоямыз. Болды, пісе берсін мыналар. Бізге күрек жасау керек, күрек. Минус күрек. Не? Сып қалма. Опа, не болды? Көпті сүмен кетіп баратыр ғой. Мен келсем сен қайтып баратасың, сен келсең мен қайтып баратам. Не болып кетті? Күрегің не болып кетті? Күрек салып бар. Қалай ол дейсің бұл? Салып кеттім көрінше. Мұн жаққа наларды салып кетейін. Маған не берш? Ағаш бір ма ағаш? Палка бар ма? Палка бол. Палкының 2 палка қоясың, үстіне бір ағаш қоясың, бітті, күрек дайын ғой. Най-нарай. Бірақ палка көрген емес ол. Намысық өліп қалмасын де. Намысық бір блокта тұр ғой, я? Мысық бағуға көріп кетексіз. Қармақ істеп ол үшін өлмекші өлтіріп ше. Бізде бар ғой өлмекші өлтіріп соғыс. Қармақ істеп алып, қармақпен балық алып, балықты мысыққа беріп, мысықты бағып алуымыз керек қой. Кеттік. Мене алтын күрек істеп аласың ғой. Қаза. Ема қарны ашып жатыр. Сен алтын күрек істеп аласың ба? Күрегін көрсетші. Айбай, мынау күрекке тірлік кетіп шарманыңды айт деп отырсың кез. Одан, дозыға. Қане? Қане досты. Берсей. Сен ағашыңды өзіңе қол. Тракторды істеп алсың ғой. Айбай. Білесің ба? Бұл алтыннан істеген қару жарақтар ғой, тез сім қалады, білесің ба? Байқадым, сразу дем. Қарасай бітті ғымнан жарбасы. Болды ғымнан жарбасы аяқталды. Бірақ жеткілікті сияқты осы құм бар ғой бізге. Осы жетеді. Осы құм жетеді, негізі бар бізге. Жүрш. Стройка бітіріп тезірек гаражын істейді, мына жүріс болмайды. Стройка бітіп қалды қазір ана. Сосын маған мына жерде үңгір ұнамай тұрған ше, тағы да бір пеш жасашы сосын. Бәсе жұмысымыз неғып тезіз болмай жатыр деп қоям. Екінші пеш жасауын ғой. Екінші пеш жасадым. Бізге ағаш керек, адайсында астына ағаш қою керек пісіретін. Ағаш бар мында? Қойып жасай, красавчик. Бізге енді не істеу керек? Бізге андай жұқа терезе істеп алу керек. Жұмыс болмадық қой. Жұқа терезе істеп. Берке жұмыс саған, адайс. Ой, енді ғана кетіп өдім бейді. Жұмыс. Қайдасың? Үйіме адамдар толып кетші мен. Шығыңдар! Терезені қандай зітпен алу керек, что кейін қойып алу үшін? Білмейм, терезені сындырсаң ол алынбайды уже. Бір сынса ше. Жеке құралы бар шығар қойдым. Басақ кеттің бәрі? Ма. Түпке жетенші. Мә дегенде уже бітіпті ғой. Адайс, ағаш бар ма? Ағаш сындырып бар ғой адайс. Ағаш сындырып, ағаш жинап алып келіп, мына полдарды бар ғой, мынаны сындырып, ағаш қойып, сөйтіп өңдеу керек. Негіз бар ғой. Сол кезде үйіміз полды ағаш қыламыз ғой не? Кішігірім әдемі болады. Зор идея келіп тұр адайс. Зор. Қарасай мен кілемімді қарасай. Айбай, аяқ сүртіп кіреміз бар не? Шық деп қоясың. Короче, зор идея келіп тұр адайс. Мына үйді бар ғой. Давай қамал ретінде саламыз ба? Қамал ретінде. Қалай идея? Зор ма? Қайда тұрамыз? Қамал ретінде саламыз. Тастардан ше, қалай идея? Зор ма? Ағаш атымен абонай. Ағаштың бәрі сындырамыз да орнына тас қойып шығамыз.
қамал ретінде болады. Бұл қамал болады ойлашы. Қарсы? Жұмыс қылмай оны. Үшін этажын не қылайықшы? Тас қылсайықшы. Бүйтеміз, қара. Бүйтеміз. Мына жерден қарасақ, көрінген кезде қандай болып тұрады? Қамал болып тұрады ғой. Дәу қамал болып тұрады. Мұнараларын салам, зор қып. Өшіре келіп көріп отырсың ба? Жұмыс көбейіп кетті ғой. Ойласа, ана жерден біреу қонақтар ертең жүзіп келген кезде ше, ма деп қалады ғой. Сосын екеуміз сол мұнараның үстіне шығып тұрамыз. Ай, осы ауылдың патшалары екен ғой деп ойлап қалады. Деп. Нефтемі бар. Сосын біз оларға тарихымызды айтып береміз. Біз выживанияны бұрында бастаған кезде деп ше, бәрі қиын болған деп айтамыз. Біз өзіміз еңбектеніп ағаш жинап, бір жетерге тиіспей. Потом оны сындырып. Адайс. Киркаңа жұмыс таптым. Киркаңмен бар тас сындырып алып көзейін. Жолдам. Болса айтесіз тас сындырып алып көзейін. Тас қылмай-ақ қояқшы. Тас қылайықшы, өйткені бұл қамал болады. Қамал тастан болады. Нефтем өтеді таспен. Нефтем емес. Тас қылсай. Нефтем болады. Қамалымыз толықтай тастан болмайды ше. Оның тек фундаментарына тас болады. Төбесі мұнара болады. Оппо, зор қылдың. Нефтем болады. Нефтем болады. Ертең дәу болғанда болмайды. Нефтем болады, қарсай. Масқара. Кухня қайда жүрсің? Кухня бәрі осы жерде отыр қыз. Ортада жинақталып. Кухня кроваттың астына қойын, тамақ ішіп сұрасы. Жұмысқа шығып береді. Қазанға не жасаймыз? Мұн жағында мен жатайын, қазанның оң жағында. Ана ортасында бір шкаф басында қалды, кухня емес. Мұнау қазан емес қой, дейсіз. Енді? Алып таштайын. Ұйықтайтын жерде адам тамақ істей ма? Ол жатында. Ұйықтап алайық. Таңды ақтап алайық. Таң атып, күн батуда. Мұна бөлмең үйдің шетіне бүккін затты қойып атырық қой өзе. Не бар? Бәрі ма? Адай тас бар ма? Тас берсің? Тасым бітті ме? Йо, не істеп келдің сен? Киркаңды бершін. Заттарын тасыш, ауыр өкіт. Ема менде мұнандай бар, кстати. Қандай? Бұнды бір не, оқымыстылар сияқты бір қолыма қылыш, бір қолыма не сөріш, кітап сөріш. Кирка берш, кирка тас жинасыш. Кішкене қамалымыз жалғастырайық. Жинап, әкет қойдым ғой мен мияққа бәрін. Мынандай тас қой, ұра берейін бә? Болады жалпы омен де ұра берсін. Ұра берсе. Мұна бесеуін бірақ, бес-ақ штук, бесеуін бір жерге қою керек. Мұн жаққа қойса, мұн жаққа қой, мына жерге қой. Тоқта. Мына жерге қой. Міне әдем істедің, әдем. Міне зор істедің. Алғанда үйге кіріп шығып жүрші. Мұнда зомбиларда рұқсат жоқ па, бірдеңе ғой, сендер үйлеріңе рұқсат сізгеміз ба? Кіремесін, нең бар көрсін, солардың ауылында. Олардың ауылы басқа жерде ғой, біздің үйіміз басқа жерде. Мына соңғысы нефтем. Сендердің үйлеріңе рұқсатсыз кіреміз ба не? Олардың үйлеріне рұқсатсыз кіріп шықтық қой жүрсіз. Нанай, білдірпесе, түр бермесе. Нәрмен сосы көп бә. Ары қарай ағаш болып тұра берсін, Бит наяқтан келгенде көрінеді, тек қана арты көрінбейді. Сөйтеміз, Арттан келатса, кетей, алдыдан кел деп айтамыз ғой. Арттан келгенде амандығын деп қоямыз. Күн батып, түн батуда. Үшінші этаж немен істейтін болдық? Көреміз бірінші жоспарымыз жайлап қазір. Мен мына Акуноны қалай істейтін еді өзі? Типа, андай қылып. Жіңішке қылып қалай істейтін еді Акуноны? Верстактан істеп аласың оны. Үйіміз жалпы жаман емес, Видео аяқтап өтіп отыр, мына екінші несін бітіріп тастайын мен қазір, стройканы. Мына бітіріп тастайын қазір. Оппо, міне адай жұмысқа шықты достар, міне адайыз өмірінде бірінші рет бір үйге үлесін қосып атыр үй салуға, міне. Бірінші рет демесе, мен ана жерін істеп берген кім? Екінші рет. Жарайсың. Құтты болсын, міне. Асыра тастығым істеп бірді. Ой, міне мұнақ тасты істеді, міне мұсақ тасты істегенде, мен нет қып жүр ғой енді. Енді мен мысықтың ізінен барам деп тас шелек белдім ғой. Оппо, міне.
Міне терезе қоюда міне опыт бар ғой, көріп тұрсыздар, міне терезе қоюда опыты бар. Бұрында гараж салған, гаражбен айналысқан ғой қадайсыз. Содан кішкене опыты қалған, міне қараңыздар. Оппо, міне. Екінші бөлімде гараж жақ болсын. Масқара, достар, кішігірім спойлер. Екінші бөлімде гараж саламыз. Ол екінші бөлім Адайыс қызының каналында болады, достар. Машина ауысқанға дейін. Міне достар, үйіміз міне өте тамаша болды, міне. Үйімізді келесі бөлімде епоқа салдыртатын боламыз. Біз өзіміз. Комментер өтетіп тұра бересің бе? Үйіміз уже дайын болды ғой үйіміз. О, чолам. Әдем. Жүр енді кеттік. Зор болды. Қарсай Адайыс. Мына жерден тесе түсудің жолы. Оп. Бітті. Мына жер бітпей қапты. Сөйтіп тұра берсіне бітпе. Әдем. Кет сеніңнен видеоны аяқтаймыз. Мынаның фонында. Сенің де біреу жүр Адайыс. Жүресің, бірәшік көрі. Үйіңді қолттау жүрсің. Мына жерде әдем көрінеді екен үйіміз, кішігірім қараш. Әдем. Достар, видеоны міндетті түрде лайк басамыз, арнаға тіркілеміз. Екінші сериясы, достар, Адайыс қызының арнасында шығатын болады, достар.